Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айнұр Салбекқызы. Бүгін сіздерге нанның ішінде пісетін палау рецептісін көрсетемін. Бізге ол үшін ет керек, пияз керек, дәмдеуіштер, сәбіз, сарымсақ, тұз, зира керек. Қазанға етті қуырып аламыз осылайынан. Жақсылап қызыл қылып қуырбағанымыз дұрыс. Оның үстіне пиязды салып, оны да араластырамыз. Пиязды ұзақ қуырсақ, пиязымыз сары болып, палауымыздың түсі өзгереді. Осылайынан жақсылап қуырамыз. Одан соң үстіне тұз саламыз да араластырамыз жақсылап бұны да. Араластырып болғаннан кейін енді сәбізімізді қосамыз. Мен осындай кесемен өлшеп саламын күрішті. Қазір 2 кесе күріш салам, және де суды да 2 кесе қылып құямын. Енді ыдысқа күрішті салып аламын. Бұның үстіне су құйып алып, күрішті жақсылап жуамыз. Қуырылып болған ет пен сәбіздің үстіне қайнаған су құямын. Қазанның бетін жауып, жарты сағат етті қайнатып аламыз. Қамырын жасау үшін бізге ұн, су, жылы су, сүт қосақ та болады негізінде, жұмыртқа және де сары май керек. Таза ыдысқа бірінші сүт құюымыз керек, бірақ менде сүт болмай тұр, сол үшін жылы қайнаған суды құйдым. Енді осының үстінде бөлме температурасында тұрған сары майымызды құйып салып аламыз. Араластырып, оның үстіне тұз саламыз. Енді осының үстіне дрожж салып араластырамыз. Үстіне жұмыртқамызды салып аламыз. Бұның үстіне ұнды саламыз. Ұнды бірден көп салмаймыз. Осылайынан аз-аздан салып, бірінші араластырамыз. Осындай қоюланған кезде үстіне тағы да ұн салып, кәдімгідей міне осындай болған кезде бұны илейміз қолымызбен. Қамырымыз осындай болып иленеді. Бұның үстіне салафанды жауып қоямыз. Қамырымыз қолымызға жабыспау керек. Бұның үстіне зираны саламыз. Біздің етіміз қуырылып, ішіне суымыз қайнап болғаннан кейін барып зираны салғанымыз дұрыс. Сол кезде зираның дәмі әдемі болып шығып тұрады палауымыздан. Менде осындай дайын приправа, ішінде мейізі бар. Соны саламыз. Енді осының үстіне күрішімізді саламыз. Күрішіміз судың астында батып тұру керек. Су үстінде 1 сантиметрдей шығып тұрса, сонда әдемі палау болады. Осының үстіне чеснокты дәл ортасына ашпай осылай қойып қоямыз.
Чеснок та палауға өзінің әдемі дәмін береді. Қамырымыз ашыды. Мен осылай екіге бөліп қойдым. Біреуісін үлкен, біреуісін кіші бөлік қылдым. Енді осы үлкен бөлігін жақсылап жайып аламыз да, оның үстіне палауды саламыз. Осылай дөңгелек қылып жайып алдым. Қамырымыз қалың да болмады, жұқа да болмады, орташа болды. Табаға салып, астын майладым табаның. Оның үстіне осы жайылған қамырымды салып, әдемілеп шетіне сәл асатындай қылып шығарып қоямын. Себебі үстіндегі қамырмен екеуін жалғастыруымыз үшін. Үстіне салатын екінші қамырды да жайып аламыз. Міне палауымыз да пісіп шықты. Суының бәрі астына тартылып, хош иісті болып, әдемі болып тұр. Күрішіміз біздің таза пісіп керек емес. Қалғаны әселпештің ішінде піседі, духовкада піседі. Енді палауымызды жақсылап араластырып аламыз. Астын үстін бір келкі қылып. Осы палауымызды қамырымыздың үстіне саламыз. Бұның үстіне жаңағы алып қойған чесногымызды салып аламыз. Оның үстін қамырымызбен жауып шығамыз. Қамырымыздың бетінде ашық жер қалмау керек. Шет-шеттерін әдемілеп бір-бірімен қосамыз. Ашылып кетпеу керек. Осындай қылып шетін өріп алсақ та болады. Және де үстіне жұмыртқамызды жағып әдемілейміз. Жұмыртқа бізде піскен кезде беті жылтыр болып, палауымызға әдемі түр беріп тұрады. Нанымыздың да дәмін әдемі қылып келтіреді. Енді палауымыз осындай болып шықты. Мен бұны 250 градуста 45 минутта пісіріп шықтым. Менде духовка емес, әселпеш. Сондықтан әркім өзінің духовкасының градусына қарай пісіріп шықса болады. Астарыңыз дәмді болсын. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментарий жазып қойыңыздар.